Бүгін біз қазақ ұлттық ойындарының бірі тақия тастамақ ойынын ойнаймыз. Тақия тастамақ ойынының шарты балалар шеңбер жасап отырамыз. Шеңбер жасап, бір бала тақияны ұстап шеңбер бойымен жүреді. Шеңбер бойымен жүріп, тақияны бір баланың артына білдіртпей тастайды. Оны байқаған бала алып, тақияны алып, бірінші бастаған баланы қуып жетіп орнына отыруы керек. Ал егер қуып жетіп орнына жетпесе, ол бала өлең немесе тақпақ айтады. Ойын шарты түсінікті ме? Жарайсыңдар. Ендеше бастайық. Кәне, бағымыз айтамыз. Ойын бар бір ойын тастама, аты оның тақия тастама. Аспаймын, тастаймын, шеңберді айнала бастаймын. Біреудің жанына келгенде тақия тастаймын. Ал қайбалардан тағы келе ғой. Кәне, саған келе ғой. Енді ойын бастаушы және орнына жүгіріп отырып үлгеру керек. Бізде Сағи өз орнына отыра алмады. Ендеше айыппұл есебінде бізге не айтады? Тақпақ айтып береді. Ал Сағи тақпақ айта ғой. Достықты біз ойлаймыз, бірге күліп ойнаймыз, қыздарды құттықтап мерекесіне тойлаймыз. Қимыл қозғалыс ұлттық ойындарымыздың бірі бескене асық ойыны. Бескене ойынында бала екі топқа бөлініп ойнауға болады. Екі бала немесе одан да көп баламен ойнауға болады. Мұнда бескене асық ойынында әр екі жақта 5-5-тен асықтар беріледі. Бірінші бұл асықтар алға, артқа, оңға, солға еркін жүруге болады. Енді бірінші бізде оң жақтағы бастаушылар ойынды бастаған кезде бірінші жүреді. Оны сол жақтағы ойыншылар бұл тасты жей отырып жеңіске жетеді. Қай топ асықты көп жинайды, сол топ жеңімпаз атанады. Түсіндік па балалар? Ойынды бастаймыз. Бірінші бізде батыр, кәне сол жақтан аттан, оң жақтан аттан томирис. Ал ойынды бастаймыз. Бірінші бізде томирис жүрсін. Томирис жүре ғой. Жарайсың. Жарайсың. Аз бізде кім болды? Батыр болды. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір біз ұлттық ойындардың бірі теңге алу ойынын ойнаймыз. Теңге алу ойынында екі ойыншы шығады, атпен шауып келе жатып, мына теңгелерді жинауы қажет. Жинап әкеп, мында теңгелерді не істейді? Іледі. 1, 2, 3 бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың, 5. Ализы? 1, 2, 3, 4. 4 асық. Жарайсың, жеңімпаз бізде кім болды? Абу Мансұр болды теңге алу ойынының.